ақ орамал акциясы қарсаңында ішкі саясат басқармасының қолдауымен жас қыз келіншектер көп балалы аналармен кездесті. Сапура Ташенова 6 баланың анасы. Соғыс кезінде көп қиыншылықтар көргенін айтады. Отағасымен 40 жыл бірге өмір сүрген Сапура әжей Меккеге қажылыққа 3 рет барған. 6 баладан 18 немере 7 шөбере сүйіп отырған кейуана күміс алқа иегері атанған. Дөңгелек үстелге қатысқан көп балалардың мақсаты қазіргі қыз келіншектерге бастарынан кешкен оқиғаларды айтып, ақыл кеңестерімен бөлісу дейді. Қазір өте жағдайсыз жағдайларды көргенде жылаймыз. Қыз балаларымыз неге бүйтіп бүлініп кетті деп. Сондықтан қыз бала әуелде қыз баланы бастық бол, қызмет істе деп жаратқан жоқ Алла. Ардақты ана бол, қыз бол, өз тәрбиелі, ардақты ана бол, сәби тәрбиелі, шаңырақтың анасы бол деп жаратты. Сондықтан соны қызмет істесеңдер де әр заманның өзінің несі уағы бар ғой. Оқысаңдар да, қызмет істесеңдер де, ана болғанды, әдепті қыз болғанды ойларыңнан шығармаңдар. Солтүстік Қазақстан облысының Жас Отан қоры корпорациясы басшысының орынбасары Виталий Шемингтің сөзінше, мұндай кездесулер жас қыз келіншектерге үлкен тәлім тәрбие береді. Сонымен қатар жиынға қатысушы көп балалы аналарға қарап, жас қыз келіншектерге көп балалы болуға талпына түседі. Данное мероприятие это Бүгінгі дөңгелек үстелді ұйымдастырып отырған мақсатымыз 21 ғасыр қыз келіншектерін алтын алқа және күміс алқа иегерлерімен кездестіріп әңгімелестіру. Осындай кездесу барысында көп балалы аналар өз тәжірибелерімен бөлісіп, ақыл кеңестерін айта алады. Сонымен қатар осындай көп балалы аналарға қарап, жас қыз келіншектер көп балалы болуға талпына түседі деп ойлаймыз. Көп балалы аналар жас қыздар мен келіншектерге ақыл кеңестерін айтып, өз ойларымен бөлісті. Жиынға қатысушы қыздар көкейлеріндегі сұрақтарды қойып, ұтымды жауап алды.